Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге вареньемен жасалатын ең оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен 2 жұмыртқаға шекерімізді салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала ертілген сары майды салып араластырамыз. Енді ванилинді қосамыз, ұнымызды қосамыз. Онымен де алдын ала еленген қамыр қопсытқыш қосылған. Осылай онда 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Сонда жақсы қамыр шығады. Енді дайын болған қамырымызды осылай жақсылап илеп, осылай 2-ге бөлеміз. Біріншісін үлкендеу қылып, екіншісін кішірек қылып бөлеміз. Сыртын целлофанмен жақсылап орап, осы 2 қамырымызды үлкен бөлігін тоңазытқышта, ал кіші бөлігін мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді дайын болған жарты сағат өткеннен кейін осылай қамырымызды үлкен бөлігін алып, осылай ыдысымызға орналастырып шығамыз. Менде алдын ала астына май жаққам, пергаментный бумага салсаңыздар болады. Осылай қамырды жақсылап орналастырып шығамыз. Шет-шетінен осылай бортик шығарыңыздар. Өйткені варенье ағып кетуі мүмкін. Осылай шанышқының көмегімен шет-шетін осылай басып, үстінен осылай басып, әдемі көріну үшін осылай басып шығамыз. Енді вареньені үстіне құятын боламыз. Менде алманың вареньесі, яғни кез келген варенье болады, жемді бола береді. Осылай вареньені салып, барлық жеріне тигізіп, жақсылап жағып шығамыз. Енді мұздатқыштан алынған қамырымызды алып, осындай терканың көмегімен осылай бетіне жағып шығамыз. Менде осындай пирог шықты. Осы алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Осылай өте дәмді, шайға өте керемет болатын пирог шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.